Қызымды осыншалықты жақсы көретін боламын деп ойламаппын. Қылығы тәтті, сұлу қызым үшін жүрегім елжіреп тұратын. Мен келгенше анасының жанында мені күтіп отыратын. Мен келіп тәттісін қолына беріп, еркелетіп, құшып, сүйіп түн тыныштығын тілегенімше кірпік қақпай күтіп отырады екен. Өмір өзен дегендей, ал біз сол өзендегі балықтай өзеннің ағымына қарай жүзе бердік. Осы орайда, Надя, Такон, я хочу родить для себя. Как ты понимаешь, я уже в возрасте. Хочу, чтобы в старости лет кто-то подал мне стаканчик воды. Я ни к чему тебя не обязую. Деген соң жарайды дедім. Өйткені Надя өте пысық келіншек болатын. Үйі бар, мамандығы бар, туамын десе өзі білсін. Мен қолымнан келгенімше көмектесіп тұруға уәде бердім. Надя екеуміздің қарым-қатынасымыз жайлы әу бастан-ақ арамызды ашып алған болатынбыз. Мен қандай жағдай болмасын, гүлімнен ажыраспаймын, отбасымды тастамаймын. Ұлдары мен қызымды жетілдіріп, аяққа тұрғызуым керек. Қартайған анам бар деп жағдайымды түсіндіріп айтқан болатынмын. Ал Надя осының барлығын біліп, түсініп, өз еркімен менімен бірге болды. Мен гүлімге сезімсіз үйленгеніммен, жасым өте, айналамдағы небір әйелдерді көре жүріп, оған ішкі сезімімді айта алмасам да, мен оның орны мен үшін әрқашан биікте болатын жүрегіммен ұғынатынмын. Алайда оған бұл жайлы айта алмайтынмын. Гүлім мен үшін адалдықтың, адамгершіліктің, жақсы ананың, адал жардың символы еді. Мен осылай жүргенімде балаларымды өзі тәрбиелеп, оқытып, үйдің берекесін келтіріп, малды көбейтіп, анама қарап, бауырларымен жақсы қарым-қатынаста болып, сыйы артып, менің жақсымды жасырып, жаманымды жасырып, жақсымды асырып, көкек анасы тастап кеткен Айнұрыма ана болып, бауырына басып, тәрбиелі, ибалы қыз етіп өсірді. Үлкен ұлым әскерден келген соң үйлендіріп, өз алдына отау етті. Кейінгілерін жоғары оқу орнына түсірді. Бір мамандық иелері атанды. Олар да жұмысқа орналастырып, үйлендіріп, өз алдына үй-жай қылды. Осы орайда анам да қартайып, немерелерінің атын шатастырып, орнынан тұра алмай жатып қалды. Гүлім бәйбішем анамның асты-үстіне түсіп, іші жүрмей қалғанда клизмасын жасап, жас баладай жуындырып, төсек орнын тазалап жақсы күтті. Қызым Айнұр да әжесін ерекше жақсы көретін. Көз жанары солған әжесінің қолтығынан демеп, таза ауаға шығарып, әлпештеп жүретін. Мұның барлығы гүлімнің тәрбиесінен еді. Сөйтіп жүріп, асыл анашым дәм тұзы таусылып бақилық болды. Анамды арулап соңғы сапарына шығарып салдық. Осы кезде Надя да менен қыз бала босанып, анамның жаназасына көңіл айтып келген болатын. Жаназадан кейін арада біраз уақыт өткен соң арнайылап гүлімге келіп, екеуі әйелдерше өзара сөйлесіп, бір-бірін түсініскендей болды. Гүлім Надяны мені тоқалым ретінде қабылдап, араласып тұруға қарсы болмады. Осы кезде ұлдарымның алдында қатты қысылдым. Сонда да ұлдарым гүлімнің тәрбиесінің арқасында менің барлық қателік пен күнәлі істеріме көз жұма қарап, мені әке ретінде сыйлап, бетіме қарап сөйлеп кейіген емес еді. Осы орайда уақыт өткен сайын бәйбішеме деген ризашылығым арта берді. Тек ақ бәйбішемнің қадірін өте кеш түсінген екенмін. Әттең. Гүлім бәйбішем жер ортасы жастан асқан уақытта жүрек талмасы ұстап, ауруханаға түсіп, қатты науқастанып қалды. Отандасқанымызға бірталай болған уақыттың ішінде бәйбішемден денсаулығы сыр беріп көрген емес еді. Тек осы 1-2 жылда жүрегім қысылады деп дәрі-дәрмек ішіп қоятын. Мен оның мұнысына аса мән бере бермеген екенмін. Жас шағында ұлдарымды өзі босанып, үйге келген соң үй шаруасын істеп, баланы да бағып, малды да қарап шапқылай жүре беретін. Осы жолы есін жоғалтып талып қалғанында есім шықты.
Оның солғын тартқан жанары, қуан тартқан жүзін көргенімде одан айырылып қаламын ба деп жан дәрменім қалмады. Ауруханадан шықпай жанында отырдым да қойдым. Құдайды есіме алып, бәйбішемнің амандығын тілеп дұғада болдым. Келіндерім мен қызым, әке, үйге барсаңызшы, мұнда біз бармыз, мамам жақсы болып келеді. Уайымдай бермеңіз, әлі-ақ жақсы болып кетеді деп жұбатқандарымен көңілім орнына түспеді. Гүлімнің алғаш рет асау аттың үстінде ойнақшыған бейнесін көз алдыма келе берді. Кейінірек балдыздарымнан естігенім бойынша Гүлімге сол маңдағы талай жігіттің ойы кеткен екен ғой. Сабырхан әкемен құда болғысы келгендер де көп болған екен. Мұнан әкемнің де хабары болған екен. Осы орайда менің бағым ашылып, әкелеріміздің арқасында Гүлім менің жарым атанды. Текті отбасынан шыққан қыз тектілігін көрсетті. Менің бар мінезімді көтеріп, мастықпен, растықпен істеген талай күнәлі істеріме көзін жұма қарап, сабырмен, шыдаммен отбасын сақтап, әулетіме ұйытқы болып отырды. Әжем мен ата-анамның разылығын алып, оларға адал қызмет етті. Туған туыс пен дос-жараның ауыл-аймақтың арасында сыйлы болды. Менің де осы күнге жетіп, өрісімнің кеңейіп отырған адал жарым бәйбішемнің арқасы еді. Мен ақмақ болыппын. Ол мені түсініп, барымды кешіп, көз жұма қараған сайын мені жақсы көреді. Қайда барар дейсің де, бар білгенімді істеппін. Тұрмыс тіршілікті, бар ауыртпашылықты оның мойнына іліп қойған екенмін. Бәйбішемді алып демалыс орнына апарып, болмаса бір қыдыртпаппын да. Оның жан дүниесіне үңіліп, жанның нені қалайтын сұрамаппын да. Жылы сөз айтып, көңілін ауламаппын. Тізе берсем, менен қателік көп кеткен екен. Жанымдағы бағымды бағаламай, басқа жақта қызық қу нәпсінің құлы болыппын. Әттең-ай, өткен уақытты артқа қайтара алсам ғой шіркін. Өмірімді сол бәйбішеме үйленген күннен қайта бастасам, оны алақаныма салып аялап өтер едім. Гүлім тәуір болғанша осы ойлар санамды жаулап, өкініш пен ауыр ойлардың шырмауынан шыға алмадым. Бәйбішесіз мына даңғарадай үйге де сыймай кеттім. Гүлімсіз мына үй сұрықсыз, суық көрінетін еді. Арада біраз уақыт өткен соң ұлдарым мен келіндерім бәйбішемді ауруханадан шығарып үйге алып келді. Гүлім тәуір болғанымен бір қолы мен аяғы істемейтін. Оның мұндай халін көріп жүрегім ауырды. Әйтеуір Айнұр қызым анасының жанынан шықпай, дәрісін егіп, массажын жасап, аст үстіне түсіп жүріп, уақыт өте аяққа тұрғызды. Бәйбішем ақырындап таяққа сүйеніп, өздігінен тұрып жүре бастағанда жүрегім орнына түсті. Қаладағы бар кәсібімді ұлдарыма өткізіп, бәйбішемді алып Төркін жағына қыдыртып, Сарыағаш шипажайына апарып, ем қабылдап, біраз уақыт демалып қайттық. Бәйбішеме туған жері жақты ма, беті бері қарап, жүзіне қан жүгіріп, денсаулығы да жақсарып қалды. Енді бар ықыласымды, бар уақытымды тек бәйбішеме ғана арнаймын деп шештім. Надяға да көңіл бөлуді қойдым. Одан туған қызым Әлия есімін қазақшалап өзім қойған болатынмын. Шет елге оқуға кеткен болатын. Сол қызым осында жұмыс істеп тұрақтап қалды. Кейін келіп шешесін де өзімен бірге алып кетті. Әлияның маған ешқандай реніші жоқ еді. Ол ешқашан назарымнан тыс болған емес тұғын. Өз отбасыма қалай қарасам, оларға да солай қарап жағдайларын жасадым. Қызымды оқыттым. Енді өз қолы өз аузына жеткенде шешесінің өзін қараймын деп алып кетті. Сөйтіп ұлды ұяға қондырып, Айнұр қызымыз дәрігер мамандығын алған соң Астанадан қызымызға құда түсіп, беделді кісілер келді. Болашақ күйеу балам шетелде білім алған іскер жігіт екен. Қызымды ұнатып, сөз салып, екеуінің көңілі жарасып, жігіттің ата-анасы алдымыздан өтіп, қызымызға теңгесін таға келген екен.
бәйбіше мен ұлдарым, келіндерім жақсылап дайындалып, болашақ құдаларды күтіп алдық. Содан гүлім кит аламыз, құдағиға алтын аламыз, қызметтегі кісілер екен, ұят болмасын деп Қырғыздың бас қаласындағы үлкен базарға бардық. Жанымызда Айнұр, мен, үшінші ұл келін бар. Былғары киім алатын бір дүңгіршікке